Сәлем баршаңызға, сіздерге керемет булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Қанжылым сүтімізге 2 ас қасық қантымызды салып және дрожжымызды салып 15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып араластырып, ерітілген сармайымызды құямыз. Жаңағы алып қойған дрожж салынған сұйықтығымызды үстіне құямыз. Бәрін бірігіп араластырамыз. Одан кейін өлшенген ұнымызды жәймендеп салып отырып, осылай араластырып, қолымызбен илейміз. Жұмсақ қамыр шығу керек, қолға жабыспайтындай. Тестіміз дайын болды. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Тесті дайын болды, көтеріліп, бетін ашып, 3 бөлікке бөлеміз. Тестімізді 3-ке бөлгеннен кейін әр бөлігін осылай оқтауымызбен ысып шығамыз. Осылай домалақ болып шығу керек. Мен шоколадный паста қолдандым. Осылай жұқалап жағып шығамыз бірінші бөлігіне. Одан кейін екінші бөлігін дәл осылай домалақтап ысып шығып қоямыз. Оның үстіне шоколадный пастамызды жағып жұқалап, одан кейін үшінші бөлігін бетін жауып, оған жақпаймыз шоколадты. Тестіміз дайын болғаннан кейін формамызға келтіреміз. Осылай ортасына ыдыс қойып, 4-ке бөліп аламыз бірдей болу үшін. Одан кейін 4 бөлікке бөліп шығамыз соның ішіндегісін. Видеода көрсетілгендей, осылай тестімізді бұрағанда формамыз келеді. Әр бөлігін осылай бұрап шығып, бір-біріне жабыстырамыз. Формамызды келтіріп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді құйып, осылай жағып шығамыз бетіне. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып шығады. Жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Менің балдарыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.